Сәлем. Қопалып тұрмын. Барлықтарыңызға сәлем. Есімім Шаттық. Мен келінмін. Да, мен келінмін. Конечно. Келін дегеннен басқа статус жоқ. Вообще статус жоқ. Декретте өтсең осындай боласың ғой, тіпті бар. Келінмін. Айтсай мамандығымды бір психотерапевтпін. Батыстың келінімін, Орал қаласының келінімін, өзім Батыстың тумасымын. Жасым 27-де, бір балам, бір байым бар. Ата-енеммен, екі қайныныммен, в общем, екі ата-енем, қайныным, күйеуім екеуміз және қызым. Үйде 7 адам тұрамыз. Вот это поворот! Күйеуім ұлдың үлкені, 4 ұлдың үлкені, жалғыз келін мен. Тағы не айтам? YouTube каналымды жаңа бастап жатырмын. Бұл каналда мен өзімнің келіндік өмірімді деген сияқты сондай бір моменттерді түсіретін боламын. Өзім өйстіп сөйлеп видео түсіргенді жақсы көремін. Там выбросили, бросили и все. Үнемі сөйлеп отырған жақсы көремін. Негізгі профессиям менің психотерапевт, бірақ мен қазір декреттік демалыстамын. Менің балама, қызыма 2 ай, декреттік демалыста отырып, YouTube каналымды жүргізейін деп ойладым. Думаю, ну какой же молодец. Какие же планы я придумаю. Мені қолдап отырыңыздар. Еще біздің үй суға кетейін деп жатыр. Вот это поворот! Маған тамақ жасаған особо ұнамайды, бірақ менің күйеуім мен үйден ғана тамақ жейді, даланың тамақтарын көп жемейді. Оған міндетті түрде ет халал болу керек, адам дұрыс сенімді адамдар пісіру керек. Және маған үй жинаған, үй тазалаған, бір кір қоқыстарды тазалаған ұнайды, бірақ көп ерінемін. Спать хочу. Бала мен емеді қызым, емгеннен кейін ұйқым келіп ұйықтап қалдым. Арасында көмекшілерім келіп, менде, кстати, көмекші бар, 2 қыз. Менде өте көп ауысады, себебі студенттер келеді. Студенттер келіп көмектеседі үй жинауға. Аптасына 2 рет, 3 рет келіп үй жинап кетеді. Мені қолдап отырыңыздар, подписывайтесь и нажимайте колокольчики. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мына видеомды менің ата-енем көрсе вообще мына келін деген декретте отырып қойын дейтін шығар. Ешкім көрмесін. Кстати, мен үші деген үлкен әулеттенмін. Папамның өзі деген 40 ағайынды, мамамның өзі 40 ағайынды, жағады менен. В общем, сол. Мен заманауи келінмін.